Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Адамның денесі неге қышиды? Бүгін осы жөнінде ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қараңыздар. Дені сау адамның терісі неге қышиды? Көп жағдайда біз байқамай желкемізді, маңдайымыз бен қолымызды, немесе аяғымызды қасимыз. Егер адамзат белгілі бір тері ауруына немесе қышымамен ауыратын болса, түсінікті жайт. Ал дені сау адамның дене мүшесі не үшін қышитынын түсіндіріп көрейік. Медицина саласының мамандары мұның себебін жүйке жүйесімен байланыстырады. Адам баласының ағзасында бірнеше түрлі жүйке талшықтары болады. Кейбір талшықтар дененің ауырсынуына жауап береді. Осы тұста өзге талшықтардың тітіркенуі дененің қышуына себеп болады. Ғалымдар атап көрсеткен қышыту талшықтарының бірнеше түрін атаған. Бірінші гистамин. Бұл адам ағзасында аллергиялық реакция барысында қалыптасқан протеин. Ол белгілі бір жүйке талшықтарын қоздырып, дененің қышуына әкеліп соқтырады. Екінші маса, кене секілді улы жәндіктер адам денесін шаққанда теріге әлсіз әсер ететін у тарайды. Осы аталған әрекет барысында жүйке жүйесіндегі кейбір талшықтар тітіркеніп қышытады. Үшінші шырмауық, балтырған, қалақай сынды улы өсімдіктердің де әсері улы жәндіктердегідей теріні тітіркендіру арқылы ықпал етеді. Төртінші зергерлік әшекейлер. Көбінесе алқа, сырға, сақина, тағда басқа әшекейлер теріге тигенде жанасып, жүйке талшықтарын тітіркендіреді. Сол себепті әшекей тағуға дағдыланбаған көптеген қыз-келіншектер терінің қышыған бөлігін қасудың орнына әшекейін жөндей береді. Бесінші толқу мен стресс. Адам баласы бірдемеге алаңдап, мазасызданғанда автоматты түрде жүйке жүйесі тітіркенеді. Егер адамды улы жәндік шағып, немесе теріге улы өсімдік тиген жағдайда терінің белгілі бір аумағы қышитын болса, қатты мазасызданғанда адам ағзасындағы барлық жүйке талшықтары тітіркеніп, жағымсыз әсерге бөленеді. Дененің барлық бөлігі қышуы ықтимал. Назарларыңызға рахмет, пайдаларыңызға жарасын. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.